Саламатсыздар ма оқушылар? Менің аты-жөнім Аймаханова Ақмарал Мұшрапханқызы, биология пәнінің мұғалімі. Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы жұқпалы аурулар және олардың алдын алу. Амебалық қаншықақ, фитофтороз, оба, күл, лишмания, герпес. Бүгінгі сабақта негізгі мақсаттары жұқпалы аурулармен танысамыз. Жұқпалы ауруларды тудыратын қоздырғыштарды ажыратады. Вирустар, саңырауқұлақтар, бактериялар, қарапайымдардың әсерінен туындаған аурулардың белгілерін сипаттайды. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын сіздерге мынадай сұрақ қойғым келіп тұр. Балалар, адамзат не себепті ауырады? Ойланып көрейікші. Әрине балалар, дұрыс айтасыздар. Адамзат баласын ауруға шалдықтыратын микроорганизмдер немесе оның патогенді ағзалар деп атайды. Патогенді ағзалардың негізгі топтарына қарапайымдар, бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар жатады. Жұқпа қоздырушылары ағзаға ас қорыту және тыныс алу арқылы, тері арқылы, қансорғыш жәндіктер шаққан кезде, жарақаттанған кезде түсуі мүмкін. Қандай жұқпалы аурулар бар және олар қалай таралады? Олардың белгілері қандай? Және бұл жұқпалы індеттердің қалай алдын алуға болады деген көптеген сұрақтарға жауап алу үшін мына бейне материалға назар аударайық. Айналадағы, денедегі және адам ағзасындағы барлық заттар көзге көрінбейтін өте ұсақ тірі организмдерге толы. Олар бактерия және вирус секілді микроағзалар. Бұлардың кейбірі патогенді болады, яғни ауру тудырады. Дәл қазір сіздің қолыңызда шамамен 10 мыңнан 10 миллиардқа дейін бактериялар болуы мүмкін. Ішке түспеген жағдайда олардың көбі зиянсыз. Ал егер адамның ішіне енетін болса, олар бізді ауруға душар етуі мүмкін. Сол себепті қолды жуу өте маңызды. Сабын мен су тердегі патогенді микробтарды жоюдың ең оңай тәсілі. Жөтелу мен түшкіру кезінде ауаға миллиондаған патогенді микроб шығарылады, және олар ұзақ қашықтыққа тарайды. Тұмау вирусы секілді вирус түрлері беткі қабаттарда бірнеше күн тіршілік ете алады. Сондықтан да зарарлы жерді ұстап, қолды жумау ауру қоздырғышын жұқтыруы әбден мүмкін. Микроб таралуын қағаз қолдану арқылы да тежеуге болады. Тек пайдаланған соң, оны қоқысқа лақтырған абзал. Тамақ айналасында тазалық сақтау ерекше маңызды. Өйткені онда сальмонелла мен ішек таяқшасы секілді өте қауіпті бактериялар түсуі мүмкін. Ас үйді таза ұстау, тамақ дайындамас бұрын және одан кейін қолды жуу, және астың дұрыс дайындалғанын қадағалау. Мұның бәрі жұқпалы аурудың алдын алуда маңызды рөл атқарады. Дегенмен кейде ауру қоздырғыштарының таралуын болдырмау қиынға түседі. Егер су тарату жүйесі ластанса, ауру тез арада жайылып кетуі ықтимал. Лас су тырысқақ пен іш сүзегі ауруларын тудырушы бактериялардың көбеюіне алып келеді. Бұл ауыз суы лас дамушы елдердегі өлім-жітімнің басты себепшісі. Саяхаттың көбеюі, жаңа патогендердің және антибиотиктерге төзімді тұрақты штамдардың пайда болуы. Мұның бәрі жұқпалы аурулардың таралуына септік етеді. Сондықтан ең дұрысы, патогендердің таралуын шектеу мақсатында қарапайым гигиена ережелерін сақтау. Суреттегі ағзалардың ортақтығы неде? Олардың барлығы патогенді микроағзалар. Аденовирус, лишмания,
лефлер бацилласы, аштқы саңырауқұлағы, холера вибрионы, зең саңырауқұлағы, герпес вирусы, бактерия және амеба. Сонымен оқушылар жұқпалы аурулардың түрлеріне жеке-жеке тоқталып өтсек. Амебалық қаншықақ. Адамда тоқ ішекте дизентерия амебасы кездеседі. Ол амебті дизентерияны тудырады. Науқас адамда тоқ ішектің қабырғалары ауырады. Жиі дәретханаға барады. Іштің ыстамалы аурулар болады. Фекалияларда ірің болады. Жұқпалы аурулардың алдын алу негізгі жолы тазалық ережелерін сақтау. Мысалы, қайнамаған лай су ішпеу. Тамақ ішер алдында қолды жуу. Киімді таза ұстау, ағзаны тынықтыру. Дененің жарақаттанған жеріне дереу йод жағу. Тағамдарды көгеруден сақтау. Және бөлмені үнемі таза ұстау қажет. Келесі жұқпалы ауру түрі герпес. Халық арасында ұшық деп атайды. Герпес бұл сілемейлі қабықтарда немесе теріде топтасып орналасқан іші сұйықтыққа толы көпіршіктер түрінде кездесетін вирусты ауру. Герпес өте жиі ерінде шығады. Герпесте қана иммунды жүйе әлсіреген кезде шығады. Бұған дененің қатты салқындауы немесе күйіп кетуі, аурулармен ауру, түсік тастау, физикалық және психикалық жағдайдың қалыпты болмауы әсер етеді. Кей кездерде көпіршіктер бір үлкен көпіршікті құрауы мүмкін. Бұл жағдайда терінің тітіркенуі көрініс көреді. Герпес тек қана ерінде емес, бетте, мұрында немесе көздің сілемейлі қабығында болады. Бұл жағдайда ауру вирусты конъюнктивит немесе кератит деп аталады. Белгілері: лимфа түйіндерінің ұлғаюы, буындардың ауруы, терінің қатты қышуы, тітіркенуі, температураның жоғарылауы, терінің тесіп ауруы жатады. Алдын алу шаралары: қолды әрбір дәретханаға барған соң, әсіресе жалпы дәретханалардан соң және тамақ ішу алдында әрдайым жуу. Күнделікті гигиенаға тек қана жеке заттарды қолдану. Монша, сауна, бассейнге абайлап бару. Оқушылар, бұл ауру түрі дифтерия. Халық арасында күл деп те атайды. Қоздырғышы лефлер бацилласы деп аталатын бактерия. Ағзаның улану белгілерімен және мұрын, жұтқыншақ, шырышты қабықтарының қабынуымен сипатталатын жұқпалы ауру. Күл ауруының көзі науқас адам. Қоздырғыш сыртқы ортаға ауа арқылы бөлінеді. Белгілері: дифтерия қоздырғышының ену орындары жұтқыншақтың шырышты қабаты, көмей, мұрын, көздің дәнекер қабығы, жыныс мүшелері, жараның үсті, тері және тағы басқа. Зақымданған ұлпалардың ауруы сезінуі төмендейді. Лимфа түйіндері ұлғаяды. Суық тиген сияқты дене қызуының көтерілуінен басталады, бас ауырады және тамақ іседі. Көмейде кейде мұрын мен ерінде сарғыш қоңыр қатпар, сұрғылт қалың қабат немесе қабыршақтар пайда болады. Ауыздан жағымсыз иіс шығады. Дене қызуы көтерілуі, қалтырау, мойынның ісуі, қатты жөтел болуы мүмкін. Тамақтың ауруы, терінің көгеруі, сілекейдің ағуы сияқты жағымсыз болуы мүмкін. Антибиотиктер арқылы емделеді. Адам ауырғаннан соң екінші рет ауырмайды. Лишманиоз жұқпалы аурулардың бірі. Лишмания жасушаларының және ұлпалардың ішінде паразитті түрде тіршілік етіп, лишманиоз ауруын тудырады. Лишманиоз ауруы тері. Лишманиоз ауру кезінде дененің ашық жерлерінде жаралар пайда болады. Алғашқыда сыздауық тәрізді түйін пайда болып, соңынан оның ортасы іріңдеп, ойылып ашық жараға айналады. 3-6 айдан соң жараның беті тартылып, көзге жағымсыз тыртықтар қалады. Ауырып сауыққан адамда бұл індетке қарсы тұрақты иммунитет жетіліп, ол адам қайта ауырмайды. Аурудың алдын алу үшін москиттермен күресу қажет. Ауру жануарды жою, қан сорғыш жәндіктерді қорғайтын мас, крем немесе аэрозоль қолдану. Жұқпалы індеттер өсімдіктерде де зиян келтіреді. Өсімдіктерде зиян келтіретін бұл саңырауқұлақ болып табылады. Саңырауқұлақ тудыратын ауру бұл фитофтороз. Фитофтороз ауруы саңырауқұлақтар қоздыратын өсімдік ауруы. Бұл ауру көбінесе картоп, қызанақ,
цитрусты дақылдар алмаға түседі. Кеселге шалдыққан жапырақтардың жоғарғы ұшы мен жиектерінде қоңырқай келген үлкен дөңгелек дақтар, сабағында ұзынша қоңырқай дақтар немесе сызықшалар пайда болып, соңында қурап қалады. Түйнегінде сұрғылт дақтар пайда болып, кейіннен қарайып, түйнекті шірітеді. Күресу шаралары фитофтороз белгілері байқалған өсімдіктерге риомил немесе ридомил бүрку қажет. Оба ауруы аса қауіпті жұқпалы ауру. Обаның өкпелік, ішектік, тері бубондық, септикалық түрлері бар. Бактериялық тобына жататын табиғи ошақты жұқпалы ауру адамға жанасу, ауа тамшы жолымен жұғады. Бүргелер арқылы жұғады. Табиғатта түрлі кемірушілер арқылы да таралады. Ауру қоздырғышы сау адамға науқас адамнан жұғады. Ауру қоздырғышы таяқша тәрізді бактериялар. Ауру тез тарайды. Ауру қоздырғышы сау адамға науқас адамнан жұғады. Ауру аяқ астынан басталады. Науқастың температурасы 39-40 градус Цельсийға көтеріліп, басы айналады. Организмнің күшті улануынан адам құсып, іші өтеді, есінен танып, үрей, ұйқысыздық пайда болады. Ауру асқынған жағдайда науқас өледі. Алдын алу жолдары. Обадан сақтануда үйдегі кеміргіштерді, бүргелерді жою. Ауланы, қораны таза ұстау. Белгісіз індеттен өлген малдың етін жемеу. Ал енді балалар, бүгінгі өткен тақырыбымыздан қорытынды жасай келе, суреттегі патогенді микроағзалардың қандай ағзалар өкіліне жататынын анықтаңыздар. Суреттегі ағзалардың дұрыс жауабы: дизентерия амебасы, қарапайымдылар, оба таяқшасы, бактериялар, қарапайым герпес, вирустар, фитофтороз, саңырауқұлақтар. Сіздердің жауаптарыңызбен сәйкестендіріп көріңіздер. Келесі оқу жаттығуы жұқпалы аурулардың сипаттамалары. Ақиқат, жалған тапсырмасы арқылы белгілейміз. Дұрыс жауабы: дизентерия, жеміс жидектерді жуып қолдану, таза су тұтыну, жеке бас гигиенасын сақтау. Ақиқат. Келесі: герпес, тасымалдаушы москит. Жалған. Фитофтороз, АКДС өкпесін жоспарлы түрде алып отыру. Жалған. Оба, бактериялар тасымалдаушы бүргелер. Ақиқат. Лишмания, қансорғыш жәндіктерден қорғайтын мазь, крем немесе аэрозол қолдану. Ақиқат. Дифтерия қоздырушысы фитофтора туысына жататын саңырауқұлақтар. Жалған. Өздеріңіздің жауаптарыңызбен қарап шығыңыздар. Ал енді балалар, бүгінгі өз-өзімізді бағалайық. Маған оңай, қызықты болды. Қиын, бірақ қызықты. Қиын әрі қызықсыз болды. Өз пән мұғалімдеріңізбен кері байланыс жасауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.